Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабағымыз 3-ші сынып қазақ тілі сабағы. Бүгінгі сабағымыз 98-ші сабақ. Менің сабағым көруден алдын каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Менің каналымда қазақ тілі және математика пәндерінің 2-ші және 3-ші сыныпқа арналған сабақтар жүргізіледі. Бүгінгі сабағымыз 98-ші сабақ, 56-ші жаттығу. Мәтінді тыңда. Атан түйе шөккен жер. Жасы 80-ге тақаған кезінде Райымбек батыр еліне мені ана тұрған ақ атанға мінгізіп, көштің басын хан тәңірге бұрыңдар. Ақ атан шөккен жерге елді қоныстандырыңдар депті. Бәрі қарт батыр айтқандай болады. Ел көшін тауға қарай бұрады. Көш қазіргі Алматы қаласы Райымбек даңғылы бойындағы орталық зират орналасқан жерге жетіп тоқтайды. Сол араға атан түйе де шөгеді. Ел осы араға қоныстанады. Көп ұзамай Райымбек батыр дүние салады. Батырдың зираты да сол жерге орнайды. Бабаңнан саған не қалған кітабына жазылған екен балалар. Мәтін неліктен атан түйе шөккен жер деп аталған? Мәтіннен сын есімдерді тап. Бұл жерде Райымбек батырдың және оның елі ақ атан шөккен жерге қоныстанды. Сол жерде Райымбек батыр дүниеден озып жерленеді. Ақ атанға мінгізіп деген сөз бұл жаңа түйеге мінгізіп мені хан тәңірге бұрыңдар деген. Хан тәңір деген сөз бұл Алатау таудың жағасына қоныстансын деген мағынада айтқан екен қарт кезінде. Осылай халық осы қарт кісінің тілеуін орындап барлығы сол жерге қоныстанады екен. Сын есімдер бұл жерде мәтінде ақ атан қандай? Ақ деген сөзге жауап береді. Қарт деген қандай кісі қарт, қандай батыр, бұның барлығы сын есімдер деп аталады екен. Сын есімдерді осылай жазып қойдым балалар. Көшіріп аласыздар. Келесі жаттығуымыз 57-ші жаттығу. Мақалдардың ішінен мәтін мазмұнына сәйкес келетін тауып жаз дейді. Жаңағы мәтінге сәйкес біз мақал табамыз. Егіннің жайын еккен білер. Жоқ, бұл емес. Ексең егін, шерсің тегін. Жоқ, бұл да емес. Сәуір болмай тәуір болмас. Бұл да дұрыс келмейді. Отансыз адам ормансыз бұлбұл. Бұл да сәйкес келмейді. Төртіншісі, айлалы батыр алдырмас. Еңбегің қатты болса, татқаның тәтті болар. Яғни бұл жерде 5-ші мақалымыз сәйкес келеді екен балалар. Айлалы батыр алдырмас. Қандай батыр? Айлалы. Бұл сын есім болып келеді. Бұл мәтінге сәйкес келетін мақал екен балалар. Осылай бір мақалды ғана жазып аласыздар сәйкес келетін тауып. Келесі жаттығуымыз 58-ші жаттығу. Кестені толтыр. Адамға тән қасиеттер жағымды және жамсыз болып бөлінеді. Олардың жағымды қасиеттерге қайырымды деп біріншісі жазылған. Енді мен оған қосымша ретінде білімді, ақылды, мейірімді, сабырлы, сыпайы, тәрбиелі деп жазсаңыздар болады жағымды қасиеттерін. Ал келесі жағымсыз қасиеттеріне қатыгез деп берілген екен бірінші сөз. Одан кейін біз жаман қасиеттерді жазамыз адамның жағымсыз. Тәрбиесіз, сотқар мінез дейді мысалы. Надан, тәкаппар, дөрекі, бұлардың барлығы жаман мінездер. Адамның жағымсыз қасиеттері болып саналады екен. Келесі жаттығуымыз 59-ші жаттығу. Сөздіктегі сөздер қай қарындаш түсіне сәйкестенетін тап дейді. Сонан соң оларды тіркестіріп жаз дейді. Мысалы сөздікте аю деген сөз бар. Аю қандай түсте? Ол қоңыр. Қоңыр қаламның түсін алып қоңыр аю дейміз. Келесі ақ түсте. Ақ түсте не бар? Ол қар бар. Ақ қар дейміз. Қоңыр түстағы да шоколадты не деп атаймыз? Қоңыр шоколад. Түлкінің түсі қандай? Қызыл түлкі. Ал көк түске көк аспан десек болады екен. Тағы да раушан деген сөзге қызыл раушан. Балапан деген сөзге қандай түс қоямыз? Сары балапан. Шырша деген сөзге жасыл шырша деп қойсақ болады екен. Дәл осылай көшіріп аласыздар балалар. Бүгінгі сабағымыз осымен бітті балалар. Келесі сабақта кездескенше сау сәлеметте болыңыздар.